Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздер барлықтарыңыз Free Fire ойынын білетін шығарсыздар. Атақтылығын жоғалтпай келе жатқан керемет ойындардың бірі. Сіздер бір сәтке ойланып көріп пе едіңіздер? Неге ол соншалықты атақты? Бұл ойынды кім ойлап тапты, қандай мақсатта? Ойын онысымен неге жаман, дін маманды бар, неге оны харам деген? Және де осы ойынның кесірінен қалай 2 жасөспірім бала қайтыс болды? Бұның барлығын видеода талқылайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл сізді кішкене өзгертуі мүмкін. Ойын алғаш рет 2017 жылының 4 желтоқсанында жарық көрінді. Бұл ойын Garena компаниясының Forrest Li есімді сингапурлық жігіт ойлап тапты. Енді келесі сұрақ. Ойын қалай тез атақты болды? Бірінші себеп. Ойын ескі әлсіз телефондарды еш қиналмай көтере береді. Мысалы, бұл People Time ойынын любой телефонда ойнай алмайсыздар. People Time ойыны RAM, яғни озу арқылы жүрсе, ал Free Fire интернеттің көмегімен ойналатын онлайн ойын. Екінші себеп. Forrest Li жасөспірімдерге арнайы қақпан машинасын құрған. Сол қақпанға түскен бала ашушан, агрессивн, мама-папасын айтқан тыңдамайтын, сабақ оқымайтын, кішкентай мелочқа қырыла беретін, ойын үшін любой біреумен қырыла беретін, сондай дәрежеге жетеді екен. Солардың арқасында ойын тез атақты болды. Тіпті ол балаларды ақша жинайтын робот қылып жүр. Қазір Forrest Li ең бай миллиардерлердің бірі. Оған күніне $1 миллион береді екен. Біздің теңгемен есептегенде примерно 400-500 миллион теңге болады. Сіздерді білмеймін, я в шоке. Ну ладно, жарайды. Енді біз айсбергтің астына аттанамыз. Адамдар ойынның жаманын бұлай талдап отырмайды, тек түнгі 3-те кірме дейді. Түнде мен ұйықтап жатқанда маған түнгі 3-те біреу звондап Free Fire'ға кір дейді. Free Fire'ға кірейін десем, логотипі өзгеріп кеткен дейді. Маған шайтан жазып, егер 10 секундта Free Fire'ға кірмесең, мен сені тозаққа алып кетемін дейді. В общем, адамдар осылай шайып кетті ғой. Сосын менің қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Сосын шайтан сообщениеге қалай жатады, егер оның телефоны болмаса? Қалай ол сонда ақыр заман болмай жатып, адамды тозаққа алып кетеді? Автордың фантазиясы ұрып тұр ғой. Жарайды, дальше кеттік. Ойынның жаман болуы тек бұл есепте емес. Ойынның жаман болуының нақты себептері Free Fire тура наркотик сияқты. Ойынға қатты тәуелді болған бала психологиясы бұзылып, ата-анасына немесе мұғалімге қарсы шығып сөз қайтарып, ақша ұрлап, көптеген монета, гауһар тастарды сатып алады. Бұл нәрсе донат деп аталады. Донат бұл ойын ішіндегі виртуалды заттарды нақты ақшаға сатып алу. Free Fire ойыны баланың психологиясына зиянын тигізеді, тіпті оны баланың өзі байқамайды. Free Fire'де құмар ойыны бар, как тігісі ойнайтын 1xbet сияқты. Өздеріңіз білетіндей, құмар ойын шариғатта харам. Free Fire тіпті жаңалықтарға да шыққан. Garena Free Fire. It's the last man standing type of game on what famous for Battle Royale. भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन ऐप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए ऐप्स में मशहूर गेम गैरेना फ्री फायर में 13 लाख रुपए। तभी उसे पता चला कि उसके पापा के अकाउंट में 13 लाख रुपए हैं, जो कि उसके पापा ने अपना घर बेचकर अपने अकाउंट में जमा कराए थे। पूरे पैसों का टॉप अप कर डाला। जब ये बात उसके पापा को पता चली तो उस बच्ची ने सरसराहट में अपनी त्याग दी। लौटा ही बेटा आपका यश था। हाँ भैया. Ойындарда көбінесе осындай шайтанның белгілерін табуға болады. Егер де мына ағаштарды мұқият қарайтын болсаңыздар, жалғыз көзді пирамиданы көруге болады. Және де кейбір скиндерде зов демона дегенді көруге болады. Қазақшаға аударғанда шайтанның қоңырауы. Және де осылардың арасында жалғыз көздіні көруге болады. Және де христиан белгісі бар, осындай джокерді көруге болады. Және де осындай дуалдарда христианның белгісі бар нәрселерді көруге болады. Бұл өте қорқынышты көрінеді. Және де дуалдарда әл-шайтан деген жазуды көруге болады. Және самурай персонажы шайтанның кейпінен алынған. Және де небір дуалдарда көрсетуге болмайтын жесттер бар. Тіпті Garena компаниясының логотипі де осындай белгіден алынған.
Мен неге ойынның осылай ұйымдастырылғанын дұрыс түсінбедім. Ойынның тағы да басқа харам болуының себептері, егер бала ата-анасына қарсы шықса, айғайласа, сабағынан қалса, намазынан қалса, ойынға қатты тәуелді болып қалса, онда ол толықтай күнә мәкрух болады. Бұны дін мамандары айтқан. Ескерту. Мен мына ойынның кадрларын өзім ойнап сіздерге көрсеткен жоқпын. Мен ютубтағы небір видеолардан алып сіздерге түсіріп көрсеттім. Так что енді комментарийда неге сен өзің Free Fire ойнадың деп жазып жүрмеңіздер, жарайды. Ал енді біз келесі тақырыпқа кеттік. Сіздер сұрайтын шығарсыздар, неге онда Play Market'те 12+ деп? Сіздерге жақсылап тұрып түсіндіріп берейін. Негізінде Play Market'тегі 12+-ті дін мамандары қоймаған. Бірінші себеп қаннан болмауы. Ойында атыс болғанмен шынайы қан дене мүшелерінің зақымдалуы көрсетілмейді. Атылған кезде тек қызыл немесе сары жарық эффект шығады. Екінші себеп графикасы шынайы өмірге ұқсамайды, анимациялық сипатта. Үшінші себеп халықаралық стандарт. Бұл жүйе үшін қару кез келген экшн фильмде бар. Сондықтан визуалды қатыгездік жоғары болмаса, автоматты түрде 12+ рейтингі беріледі. Ол үшін де Play Market'тегі рейтингті көріп ойнай беруге болмайды. Бұл адам жүйесіне және психологиясына өте қауіпті. Енді ең қызықтысы және ең қорқынышты тақырыпқа кеттік. Оқиға алдымен былай басталды. Үндістан еліндегі Лакхнау қаласындағы бір қарапайым жалғыз ұлды отбасы болды. Әкесі Суреш Кумар, ал баласы Яш Кумар болды. Мен көрсетіп мына екі фото негізінде олардың шынайы түрі емес. Бір күні әкесі қатты қуанып, өмір бойы жинаған ақшасын есепшот банкіне салып қояды. Рупи, ол үндістандық ақша. Біздің теңгеден почти 5 есе көп. Өзі сол банкоматқа 1.300.000 рупиді салады. Қазақша теңгемен 6 миллион теңге. Баласы білдіртпей сол ақшаның барлығын алып кетеді. Барлығын бірден құртып жүрмейді енді. Жайлап, ай сайын немесе апта сайын құртып отқан. Әкесі банкоматқа барып ақшасын алайын десе, ішінде бір рупи қалмаған еді. Сол ақшаның барлығын баласы Free Fire'ға құртып тастаған. Ол соншама ақшаны қалай бірден құртып тастады? Мошенниктер балаға мен саған аккаунт сатамын деп айтқан. Бала әкесінің картасын тіркегенде хакер соның ішіндегі бүкіл ақшаны шешіп алады. Өздеріңіз білесіздер, интернет жүйесінде мошенниктер өте көп. Әкесі баласына неге үйттің деп сұрап, аттина енді ақшаны қайдан табасың деп маңдайын сипап отқанда, баласы қатты күйзеліске ұшырап, жылап бөлмесіне кетіп қалады. Өз-өзіне қол жұмсайды. 14 жасар Яш онлайн ойында 13 лак рупи жоғалтып, өз-өзіне қол жұмсайды. Біздің Қазақстанды білмеймін, бірақ Индияда бұл ойын запрет қойылған. Әрине мына оқиғадан кейін сіздер де абай болыңыздар. Любой аккаунт сатам дегендерге сеніп қалмаңыздар. Көбісі хакер болады. Мынандай ситуациядан кейін ойнамаңыздар Free Fire'ды. Әрине оның барлығы бірден болмайды. Видео ұнады деген ойдамын. Олай болса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Тез 1000 подписчикқа жетіп алайық. Ал сіздермен болған Рауан келесі роликте кездескенше.